Армысыздар, эфирде шәкәрім жаршысы, және оның жүргізушісі мен Досмұхамбетова Еркежан. Университетіміздегі бас жаңалықтармен хабардар болғыңыз келсе, экраннан алыстамаңыздар. Университетімізде елбасымыздың жолдауын қызу талқылану үстінде. Студенттер мен оқытушылар және қызметкерлер арасында пікірсайыстардың да түрлері өтіп жатыр. Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік жолдауы әлемдік өркениетте топ жаруды көздейді. Президент үндеуіндегі мақсат міндеттерді түсіндіру жұмыстары оқу ордамызда жүргізіліп келеді. Оны сарапқа салып сүзгіден өткізуге университет оқытушылары мен студенттері бірлесіп жолдауға қатысты пікірлерін білдірді. Жайна Қажынабиқызы, Нұрсұлу Омарова, арнайы апта жаңалықтар үшін. Жемқорлыққа жол жоға тақырыпта студенттер мен оқытушылар арасында пікірсайыс өтті. Толығырақ Аяулым Өмірбаевада. Университетте пікірталас ойындары тұрақты түрде өткізіліп келеді. Студенттік клубтар қалалық және республикалық деңгейде университет намысын қорғап, үлкен жетістіктерге жеткен. Алайда бұл сайыс бұрынғыдан өзгерек. Себебі тәжірибелі студент-дебатерлермен бірге оқытушылар қауымы да пікір талқысына түсті. Бұндай шара болашақта яғни оқытушы мен студенттердің, куратор мен студенттің арасында байланысты жақындыра түсетініне кәміл сенімдімін. Осындай бірлесе ұйымдастырылған шараларды болашақта көптеп өткіземіз деген ойдамыз. Сөз сайыс жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарды ұсыну жолдары тақырыбында өтті. Қатысушылардың бірі елімізде жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарды жеткілікті жүргізіледі десе, екіншісі бұған келіспейтінін айтты. Аяулым Өмірбаева, арнайы апта жаңалықтар үшін. Бүкіл әлемдік 28-ші қысқы универсиада тәмам болды. Біздің университетіміздің студенті топ жарып өтті. Галина Вишневскаяның 2 мәрте чемпион атанды. Толығырақ Мұхтар Сәбетжан баяндайды. Галина Вишневская Қазақстан қоржынына 4 бірдей жүлдені салды. Жекелей сын мен эстафеталық жарыста күміс жүлдегер атанса, спринт пен масс-стартта топ жарды. Галина университетіміздің психология мамандығында оқиды. Студенттер оның әр сайысын жіті қадағалап, жанкүйер болды. Оның ақпанда өткен туған күніне құттықтау тілекте жазды. Сөйтіп, дүниежүзілік спорт бәсекесінде университетіміз республикалық рейтингте спорт және туризм академиясының кейінгі 2-ші орынға табан тіреді. Мұхтар Сәбетжан, Нұрсұлу Омарова, арнайы апта жаңалықтар үшін. Әзірге келіп жеткен жаңалықтар легі осындай. Күніміз нұрлы, айымыз жарық болғай.